Барлықтарыңызға сәлем. Балалардағы өңештің ақаулары, аурулары және жарақаттары. Ең бірінші өңештің анатомиясына тоқталып өтейік. Анатомиясында кішкене айтатын болса, өңеш ол латын тілінен аударғанда эзофагус. Тамақтан, жұтқыншақтан асқазанға өту үшін ұзындығы шамамен 25-30 см болатын бұлшық түтігі болып табылады. Яғни жұтқыншақпен асқазанды байланыстырады, ас қорыту мүшесіне жатады. Артқы көкірек аралықта орналасқан. 6-шы мойын омыртқасы деңгейінде басталады, 11 немесе 12-ші кеуде омыртқасына дейін жетеді. Оның өзінің 3 бөлімі бар: мойын бөлімі, кеуде бөлімі және құрсақ бөлімі. Құрсақ бөлімі, яғни асқазанға өткен бөлімі, бұл асқазан мен өңештің арасында кардиалды сфинктер бар. Тамақ түскен кезде өңештен асқазанға кардиалды сфинктер босаңсып, тамақтың өтуіне жағдай жасайды. Өңештің тарылулары анатомиялық және физиологиялық тарылулары бар. Жұтқыншақ бөлігінде тарылу, бронхиалды тарылу, диафрагма бөлігінде тарылу. Ал физиологиялық тарылуы аорта, яғни қолқа деңгейінде және жүрек деңгейінде тарылуы. Өңештің туа біткен ақаулары атрезия, стеноз, туа біткен өңеш трахея фистуласы, өңештің екі еселенуі, өңештің туа біткен ахалазиясы, туа біткен қысқа өңеш. Өңеш атрезиясы деген балаларда жиі жағдайда кездеспейді, сирек жағдайда кездеседі. Басқа да даму ақауларымен бірге қосылып келеді. Жиілігі 1-дің 3.000-ға 5.000-ға қатынасы жағдайында жаңа туған балаларда кездеседі. МКБ-10 бойынша өңеш атрезиясының келесі түрлері бөлінеді: фистуласыз өңештің атрезиясы, трахеоэзофагальды фистула, атрезиясы жоқ туа біткен трахеоэзофагальды фистула. Өңештің жоғарғы, яғни атрезия дегеніміздің өзі не? Ол өңештің жоғарғы және төменгі сегменттері бөлінген. Яғни өңеш бізде мына жерде көргенімізде ол түтік болып тұр. Ал атрезия кезінде өңеш бір-бірімен толық байланыспайды. Міне, қарайтын болсақ, мына бірінші суретте өңеш толық түтік болып тұр. Ал атрезия кезінде өңештің бір бөлігі бөлініп қалған, арасындағы бөліктері жоқ. Бұл бір немесе екі сегмент трахеямен байланысты болуы мүмкін. Жүктіліктің 20-32 күндер аралығында біріншілік ішектің дамуы барысында эмбриогенездің бұзылуымен байланысты. Мына жерде тағы да рентгенге қарайтын болсақ, бұл жерде контрастты енгізу арқылы сұйықтық 1-2 мл өңеш атрезиясын көрсетілген. Яғни өңеш ауызғыдан арқылы контрастты рентгенге ауызға жіберген кезде ол бүкіл өңешті ақ түске, мынау сияқты ақ түске бояу керек болған. Бірақ егер де өңеш бөлініп қалғандықтан мұнда ақ түске боялмай, ол асқазанға өтпей тұр. Мына жерде өңеш атрезиясының түрлері көрсетілген. Жаңа айтқандай бірнеше трахеофистуласыз және фистуламен бөлінген түрлері бар, трахеоэзофагальды. Өңеш атрезиясының клиникасы: ауыз бен мұрыннан сілекей мен шырыштың бөлінуі, жеген тамағын қайтадан түкіріп тастау, ол сүтті, яғни бала салмақ қоспайды, түкіріп тастайды, оның барлығын сыртқа шығарып отырады. Трахеоэзофагальды фистуламен біріктірілген кезде қатты жөтел, ентігу, аспирация нәтижесіндегі цианоз, аспирациялық пневмония пайда болады. Өмір сүру ұзақтығы көп емес, бірнеше күнге, бірнеше айға дейін болуы мүмкін. Трахеоэзофагальды фистула кезінде жөтелдің пайда болу себебі, яғни жеген тамақ ол өңеш теңкен асқазанға түспей, ол тыныс алу жолдарына түсіп кетеді. Сол себепті де бала шашалып, тыныс алу жолдары бітеліп қалады. Мына суретте қарайтын болсақ, жаңа туған нәрестедегі атрезияда болатын терінің цианотикалық түсінің көрсетілген. Диагностикасы: негізінен кеуде қуысы және іш қуысының рентгенографиясы, және де пренатальды консультация барысында атрезияны байқауға, диагностикалауға болады. Бірақтан толық диагностикалау, әлі толық диагностикалау мүмкіндігі жоқ. Атравматикалық дөңгеленген ұшы бар радиациялы асқазан түтігін мұрын өтуі арқылы енгізу, зертханалық зерттеулер қосымша жасауға болады. Бірақ ең тиімді дәлелдеу әдісі диагностикасы бұл кеуде және іш қуысының рентгенографиясы болып табылады. Жоғарыдағы айтқан сияқты контрастты сұйықтықты жіберу арқылы. Өңештің стенозы: бұл бұлшықет қабығының гипертрофиясы, яғни бұлшықет қабығының қалыңдап өсуі, қабырғасында талшықты немесе шеміршекті сақинаның болуы, өңештің сыртынан кисталармен, қалыптан тыс тамырлармен қысылуы нәтижесінде дамуы мүмкін. Яғни қысылып, өңеш қалыпты жағдайдан қысқа ішінен қарай тарылуы.
дөрекі тағамдарды қабылдаған кезде дисфагиямен көрінеді клиникасы. Ауыр стенозда дисфагия, тамақтану кезінде және одан кейін регургитация пайда болады. Бұның негізінен стеноз болатын болса емдеуі хирургиялық емдеу арқылы немесе өңеште қабырғасын катетерінің үстінде жараның шетінен көлденең тіспен бойлық кесіп алып тастау хирургиялық емдеу әдісі қолданылады. Өңештің екі еселенуі аномальды өңештің негізгі арнамен байланысу. Екінші өңеш шашты секрециямен толтыруы мүмкін. Қалыпты емес түтік көбінесе киста түрінде болады, ол өскен сайын басқа өңешті қысады. Клиникасы дисфагия, жөтел, ентігу. Емі дивертикул тәрізді аймақты қабыршақтану немесе резекциялау, яғни өңешті бөлу керек болуы мүмкін. Хирургиялық емдеу әдісі қолданылады. Қалыпты жағдайда бізде бір өңеш болатын болса, оның қасында қосымша өңештің пайда болуы. Туа біткен қысқа өңеш, бұл туа біткен ақау мен асқазанның бір бөлігі диафрагманың үстінде орналасқан. Клиникалық көрінісі гастроэзофагальды рефлюкспен сипатталады. Себебі кардиологда жеткіліксіздік болады, балаларда регургитация, құсу байқалады. Қан қоспасы болуы мүмкін, егер эзофагиттің дамуы, яғни өңештің қабынуының, шырышты қабатының қабынуы әсеріне. Егер де ауыр жағдайларда болатын болса, хирургиялық ем көрсетіледі, гастроплексация жасалады. Мұнда ортаңғы және төменгі іштемір бөлігінің шекарасы стенозбен асқынған туа біткен қысқа өңеш көрсетілген. Міне қалыпты жағдайдағыдан қарағанда өңештің қысқа болуы және стенозбен қосылған түрі. Өңештің жарақаттары. Жарақаттар негізі көп біз білетінде ашық және жабық жарақаттар болып бөлінеді. Жабық жарақат өңештің шырышты қабатының жағынан, ал ашық жарақат сыртында мойын мен кеуде қуысының енетін жаралары бар болып бөлінеді. Жабық жарақат бөтен денелердің енуі, балаларда өте жиі жағдайда кездеседі. Олар деген қандай да бір қатты заттарды немесе тиындарды жұтып қойған кезде пайда болуы мүмкін. Ісік, асқазан жарасы болған кезде де перфорация нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Өңештің ашық жарақаттары басқа органдардың зақымдануымен біріктіріледі. Қалқанша безі, трахея, өкпе, жүрек, ірі тамырлардың зақымдануы әсерінен пайда болады. Өңештің зақымдануының диагностикасы. Мойын аймағындағы жабық жарақаттар, жергілікті ауырсыну, жарадан сілекей мен қанның ағуы. Мойын аймағының сыртқы жарақаттары. Мойынның тері асты эмфиземасы, жұтынған кезде ауырсыну. Кеуде бөлігіндегі жайкер жарақаттар болатын болса, төс сүйегінің артындағы қатты ауырсыну. Сілекейдің жоғарылауы, өңеште бөгде заттың сезіміне шағымдар. Құрсақ қуысында жиі перитонитпен асқынған, яғни іш қуысының брюшной полыстың қабынуымен асқынған құрсақ қуысының. Мұнда диагностикалық көрсетілуі жаңа айтқан рентгенография көмектеседі. Күмәнді жағдайларда эзофагоскопия жасау керек. Оларды емдеу хирургиялық немесе жеңіл емдеуге болады. Ол жарақаттың сипатына, ауырлық дәрежесіне байланысты. Химиялық күйіктер, қышқыл күйіктер болады, немесе сілтілік. Яғни қышқыл күйікте коагуляциялық некроз пайда келеді, ал сілтілік коллективтік некроз алып келеді. Сілтілікте қышқыл күйіктерде ол ауыр жағдайға алып келуі мүмкін. Ол күйіктің өзі 4 дәрежесінен тұрады. Бірінші дәрежесінде шырышты қабатының гиперемиясы және ісінуі, екінші дәрежесі шырышты қабықтың некрозы және ойық жарасы, үшінші дәрежесі некротикалық тіндердің терең ойық жараларының түйіршіктерінің басталуы, көбейіп бар болуы, және төртінші дәрежесінде структуралардың пайда болуы, яғни жаралардың структуралардың пайда болуы нәсінен өңеш тарылып қалуы мүмкін. Күйік дәрежесіне қарай емделеді. Ауыр және де өңештің күйіктері, химиялық күйіктері болған жағдайда жедел түрде жедел жәрдемге барып көрінген дұрыс, үй жағдайында емдеместен бұрын. Назарларыңызға рахмет.